интернет технологиясы өте дамып келе жатыр. Бұл интернет технологиясы дамуымен бірге жаңағы бергі жақ біз мемлекет болатын болсақ, арғы жақ жаңағы қылмыс жасайтын адамдар жақ болатын болса, олар да өз жағынан дамып келе жатыр. Күнделікті көптеген заңсыз құқыққа қайшы материалдар таратылып жатыр. Мемлекет тарапынан жұмысты жасап жатыр. Әлемдегі болып жатқан терактілер, біздегі жасалып жатқан террористік және экстремистік қылмыстар басым көпшілігі ол интернетте жасалып жатқан қылмыстар. Бұл саладағы уәкілетті мемлекеттік орган ақпарат және қоғамдық даму министрлігі болғанымен де бұл жұмысқа барлық госоргандар, мемлекеттік органдар өз үлесін қосып жұмылдырылып жатыр. Біз бас прокуратураның ұсынысымен осыдан 3-4 жыл бұрын кибернадзор деген ақпараттық жүйе әзірледік. Ол қазір осы ақпараттық жүйенің шеңберінде 20-дан астам мемлекеттік органдар тіркеліп жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі таңда 900 мыңнан астам осындай заңсыз экстремистік террористік материалға қатысты сілтемелер бұғатталып отыр. Бұрында әр мемлекет госорган жұмыс атқарған кезде экстремистік және террористік тұрғыда белгілері бар құқыққа қайшы материалдар анықтап отырса, оны жаңа ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне жібереді. Немесе жаңа ішкі істер органдары анықтап отырса, тағы да бір жібереді. Біз анықтап отырсақ, біз де жіберіп отырдық. Ұлттық қауіпсіздік комитеттері бар, жергілікті әкімдіктер бар, оларды жіберіп отырады. Дублирование болмайтындығын жасадық қой. Барлық госоргандар отырған ортақ база. Осы ақпараттық жүйенің шеңберінде 9 мыңнан астам сілтемелер бұғатталды.